Амансыздар ма? Biz жанұямызбен Араб елде тұрған кезде келіншегім айтты, осындай жаңа мода етектер келді дейді. Барлық қыз келіншектер сол юбкаларды киіп жүр, маған да алу керек деді. Жарайды, жақсы. Дүкенге бардық, сатушыға түсіндірдік осындай мода деп. Анау сатушы енді дереу біздің сұрағанымызды алып келді, көрсетсе, көрсеткенде енді дәл сол зат болғанымен ана толықтау, көтеніл көндөу әйелдерге арналған размер екен. Сонысын мен сол жерде тұрдым да ана етектің дәу екенін көріп әзілдеп айттым. Хәй лимаша Алла дедім. Яғни бұл Алла тағаланың керемет жаратқанына арналған дедім. Анау, яғни менің ойым анау көтен үлкен әйелге деп. Келіншегім ондай үлкен емес еді. Анау сөзіме сатушы деген күлгенін-ай. Сол жерде дүкеннің иесі де бар екен. Оған түсіндіріп еді сатушы, ол қарқ-қарқ күліп құлады жерге кәдімгі. Сатушылар жерде алып атқан кісілер бар еді, оларға түсіндіріп еді, әлгілер күлді бәрі. Сол дүкеннің жартысы құлады күліп. Сосын ана әбден күліп, кейін ана етекті бізге өте бір арзан бағамен да сатты. Анау қымбат дүние болса да, анау ризалығы соншама, бізді әбден күлдірдің деп, жаңағы мені дос қып, құшақтап, ана солай істегеніне мен өзім өте қатты таңғалып едім. Демек, уақытымен айтылған әзіл, уақытымен айтылған сөз өте пайдалы өмірде. Одан мен о кезде жас жігіт едім. Одан кейін мен өмір бойы айтылатын жерде сондай бір әзіл қыстыратыным бар. Ол әзілдің арқасында талай кілт, талай есік, талай жүрек ашылып еді. Әзілді қолдану керек. Бет күліп тұру керек әрқашан.